Ассаламалейкум спорт сүйер қауым, қалайсыздар? Сәлем бірге азаман шенде. Бүгін біз футбол туралы сөз қозғайтын боламыз. Қазақстан ұлттық құрамы ұлттар лигасындағы немесе де Лига нацияда өз жорғын бастады. Бұл турнирдің 4-ші айналымында біздің құрам Б дивизионда өнер көрсетіп, алдымен Эрлинг Холландтың Норвегиясына қарсы Алматыда ойын өткізді. Ал тап кеше ғана, яғни бүгін 1 сағат қана өтті. Біздің құрам бізге жақсы таныс, кезінде Евроға бір қадам қалғанда жібермей қалған Словения құрамымен ойнаған болатынбыз. Соған орай, дәл осы екі ойын туралы бүгінгі видеомызда айтатын боламыз. Эрлинг Холландқа қалай қарсы тұрып, теңдеген нәтижеге жеттік. Және де Словения құрамынан не үшін жеңілдік деген тақырыптарға әңгіме айтатын боламыз. Сонымен қатар, группада тағы кімдермен кездесіп, ары қарай сәтті өнер көрсетуімізге бола ма деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Қысқасы, айтатын әңгіме көп. Сондықтан ұзаққа созбай кеттік. Достар, соңғы кезде біздің арнамыздағы көрермендер саны сәл азайып қалды. Бұған түсіністікпен қарауға болады, себебі Олимпиададан кейін қандай да бір үлкен ақпаратты хайпқа ие жекпе-жектер немесе де кездесулер болмады. Дегенмен, біз барлығымыз Шавкаттың чемпиондық айқасын күтіп отырмыз. Сонымен қатар, Асол Мабаевтың чемпиондыққа үміткер атану үшін кездесуінде де күтетін боламыз. Сондықтан, уақыты келгенде бұл екі жекпе-жек жайлы толықтай видеолар жасайтын боламыз. Ал әзірше міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біздің арнамыз керемет тауып, көрермендер саны көтерілуі мүмкін. Және де келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, пікір жазыңыздар. Лайк пен комментарийлар саны қаншалықты көп болады, соншалықты біздің арнамыз көтеріліп, жаңа көрермендерді жинай бастайды. Сол үшін сіздердің қолдауларыңызды күтетін боламыз. Сонымен, егер де сіздер ұмытпасаңыздар, Қазақстан құрамасы ұлттар лигасының Б дивизионына өткен болатын. Сол 2022 жылы Магомед Адиевтің қол астында біздің құрам бірінші орынды иеленді. С дивизионында біз Словакия, Беларусь және де Азербайжан құрамаларынан басым түскен едік. Ал Б дивизионда біздің құрама Норвегия мен Словениядан басқа Евро 2024-те жақсы өнер көрсеткен Австриямен де кездеседі. Біраз күн бұрын Норвегиямен болған ойын құраманың жаңа бапкері Станислав Черчесов үшін дебютті ойын болған еді. Білмегендер үшін айтып кету керек. Черчесов жазда Магомед Адиевті ауыстырған болатын. Мусаевич Қазақстан құрамынан кетіп Ахмат футбол клубын басқарған еді. Бірақ дәл осы ұлттар лигасы бастауын алып жатқан кезде Адиев дәл осы Ахмат клубынан кеткен болатын. Дегенмен Саламұлы Қазақстан құрамындағы дебютін жаман емес өткізді. 6 қыркүйек күні Алматы қаласындағы орталық стадионда Қазақстан ұлттар лигасындағы алғашқы ойын өткізіп Норвегиямен кездесті. Және де қонақтар өздерінің ең үздік құрамын алып келді. Алтын допқа басты үміткер болған Эрлинг Холланд, ағылшын премьер лигасының ең үздік ойыншыларының бірі Мартин Эдегер, испандық Ла лиганың үздік екінші сұрмергені болған Александр Стерлинг және де тағы басқа топ-5 лигаларда өнер көрсететін футболшылар. Және де стадион айналасында нағыз аншлаг орын алған еді. Барлығы дәл сол Холландты көріп суретке түсуді көздеген болатын. Алайда қателеспесем, тек қана жоғарыдағылардың балалары суретке түсіп үлгерді. Ал келген жанкүйерлердің қолдары бұған тимеген еді. Ал біздің ойыншыларға келетін болсақ, бұрынғы басты құрамның ойыншыларының барлығы келген еді. Алайда біраз ойыншылар бойынша сұрақтар бар. Құрамаға жарақатымен Максим Самородов келді. Рамазан Оразов та жарақат алып, бұл ойынның алдында қатысатыны үлкен күмән тудырған. Құраманың басты ойыншыларының бірі Бахтияр Зайнутдинов мүлде ойнамаған еді. Не ресми ойында, не жолдастық кездесулерде. Бұған басты себеп жарақаты. Алайда бұдан басқа Бешикташ Зайнутдиновты сатуға дайын болған. Бірақ ресейлік Зенитке жібермей қойды. Сонымен қатар, осы жазда Нұрәлі те жарақат алған еді. Бірақ тамыз айында алаңға қайта оралып, Зенит сапында 2 ойын өткізіп үлгерді. Сондықтан, мына айтып шыққан себептердің кесірінен Қазақстан командасы жеңілуге жақын болған. Сол үшін барлығы құраманың жеңілісін күтіп, Холландтан кем дегенде 3-4 гол күткен еді. Тіпті менің әріптестерім командаға сенбегені сонша, Холландты тоқтату мүмкін емес деп Гвардиоланың сөздерін еске келтірген. Холландты тоқтату мүмкін емес, тапаншада, яғни пистолетте көмектеспейді. Ол әрдайым гол соғады деген болатын. Жалпы бұл сөздермен келісуге болады, себебі Холланд әлемнің ең үздік шабуылшылардың бірі болып қана қоймай, соңғы 2 ойында 6 гол соғып, керемет күйде Қазақстанға келген болатын. Дегенмен бұл сөздерге біздің бас бапкер Станислав Черчесов былай жауап берді. Қарудың бұл түрі бізге көмектеспейтінін айтқан үшін рахмет. Бізде одан да сенімдірек қару бар. Автомат АКМ деген еді. Түсініп тұрғаныңыздай, қорғаныстағы АКМ үштігін меңзеп отыр. Алип, Қасым және Марочкин. Ал енді Қазақстан-Норвегия ойынына көшейік. Бұл матч басталмай тұрып, үлкен даулар орын ала бастады. Әсіресе организаторлар. Себебі қырғын адам матчқа тегін кіріп кетті. Қырғын адам билет сатып алып кіре алмай қалды. Перекуптар бір билетті 5-6 рет сатып күн көріп жатыр. В общем, Қазақстан өзінің бет-әлпетін паш етті.
Содан соң үзіліс кезінде адамдарды далаға шығарамай, іште қамап қойып быт-шыт болды. Қазір Норвегиямен мынадай болсақ, ертең Челси мен одан да жаман болып кетуі мүмкін. Сондықтан Алматыда емес, ең дұрысы Астана қаласында ойын өткізген сияқты. Ол уақытқа дейін Астана арена дайын болады деп ойлаймын. Сол үшін бұған дейін жасағандай әп-әдемі бас қаламыздағы стадионда керемет ойын өткізейік. Ал Қазақстан-Норвегия ойыны жайлы айтсақ, Черчесов таза автобус қойып қойды. 2 қабатты автобус 3 қабатты боқтау сөздерден құралған. Көбісі Холландтан керемет ойын күтіп, кем дегенде 2-3 гол салады деп ойлаған. Алайда ресейлік маманның автобусы керемет ойнап шықты. Әсіресе Әліп, Қасым және Марашкин үштігі. Және де ойын схемасы алғашқы минуттан түсінікті болды. 5 қорғаушы, 4 жартылай қорғаушы және де шабуылда бір сол Абат Айымбетов. Сөзсіз, бұл автобус өз жемісін берді, себебі Холландты ұстап гол соғуға мүмкіндік бермедік. Алайда тіпті шабуылға шығып, шамалы болса да қызық бір нәрсе көрсете алмадық. Осы жерде Адиевпен салыстырма бірден ойыма келеді. Мусаевичтің кезінде шамалы болса да шабуылдап, соққы жасап, тіпті жеңіске де жеткен кездеріміз болған. Ал бұл Саламының ойыны таза автобус. Доп ортадағы ойыншыларға мүлде келмеді. Бірден Вынаш және де Абат бір нәрсе қылып, ар жақта ұстап, тырысып, күреске ғана салып, білмеймін ана жерде. Әйтеуір ұстап алса болды деген геймплан болған. Осы жерде Абатты мен мысалға мақтағым келеді. Қолынан келгеннің барлығын жасап, 1-2 болса да моменттер ашып берді. Әсіресе Чистаковқа шығарып берген керемет пас. Өкінішке орай болмай қалды, себебі Чернаков айдалаға бір тепті. Сонымен қатар, жаңа айтып кеткенімдей қорғаушыларымыз Әліп пен Қасым өте керемет ойнады. Маричкин да олардан қалыспауға тырысып, қолынан келгеннің барлығын жасады. Сол қапталдағы Варговский да ойынға белсенді қосылып, алға артқа әрдайым қозғалыста жүрді. Бірақ ортаңғы линиядағы ойыншылар өздерін дұрыс көрсете алмады. Әсіресе Рамазан Оразов. Стадионда отырған кезде мен қасымдағы әріптесіме айтқан болатынмын. Мынаның аяғына даже доп тимейді деп. Шынымен де Выныстардан соң доп жоғарыда жүреді, ал бұндай ойынға Рамазан Оразовтың стилі мүлде келмейді. Бәлкім гол соғып жеңіске жетуге дәл осы ортадағы ойыншылар жетіспеген сияқты. Себебі центр поле толығымен норвегиялықтарға беріліп, Эдегер білгенін істеп жүрді. Тіпті біз допты бар болғаны 35% ғана ұстағанбыз. Қалған уақыттың бәрінде Эдегер маэстро секілді ойынды басқарып, қауіп төндіріп жүрді. Күткен голдары бойынша айтатын болсақ, яғни XG бойынша, то бізде 0,6, ал норвегиялықтарда 1,69. Бәлкім, сіздер айтуларыңыз мүмкін. Бұл нәтижеге шүкір болу керек, себебі әлемнің ең үздік шабуылшыларының біріне қарсы тең ойнадық деп. Алайда, бұндай ойынымен Қазақстан ешқашан ұлттар лигасында біреуді жеңе алмайды деп ойлаймын. Бұл менің жеке ойым. Бәлкім, сіз менің ойыммен келісетін шығарсыздар. Мүмкін Черчесов алғашқы ойында жеңілгісі келмей, лишний раз қауіпке бармай, рисковать еткісі келмеген шығар. Мүмкін, бәрі мүмкін. Алайда екінші ойында, яғни Словения қарсы матчта барлығы анық болды деп ойлаймын. Дегенімен, не болғанын өздеріңізді білесіңдер. Дәл қазір сол Словения қарсы болған ойын жайлы сөз қозғайық. Жалпы Словения Қазақстан есеп 3-0. Біз қазір лайв формат ретінде дәл қазір осы матчтан кейін бірден түсіріп жатырмыз. Бұл матч туралы не айтсам болады? Не айтсам дегенде көп сөз айтудың қажеті жоқ. Анау Шешка хэт-трик жасады, 3 гол соқты, 3 гол соғып қана қоймай біздің деңгейдің қандай екенін көрсетіп, біздің бұндай топ емес, топқа жақын 1-2 қадам тұрған командаларға қарсы ойнауға дайын емес екенімізді көрсетті. Жалпы бұл ойын туралы айтатын болсақ, маған ұнамаған ең бір сәт, бір өзіме қатты ұнамағаны, бұл жерде неге Әлібек Қасымның командаға қойылмағаны. Оның орнына Сергей Малый қойылды, және де Сергей Малый, Марашкин және Әліп үштігі ортада ойнаған болатын. Алайда олардың ойыны қандай да бір түсіністікке болған жоқ, себебі не Шешкіні жаба алмады, не оған қасындағы партнер тағы бір столб шабуылшында жаба алмай жүрді. Соған жауап, мысалға 23-ші минутта қателеспесем, Шешкі ең алдымен сол Әліпті алдап кетеді. Әліп ана жерде подкат жасады. Егер подкат жасап аяғын көтерген кезде, ана жерде мүмкін пенальти болып қалуы мүмкін еді. Әліпті алдап кетті былай алып, сосын Марашкинді, Малайды және де Шацкиден просто допты ары қарай үстіне көтеріп жіберді. Бірінші гол соғып, Қазақстанның деңгейін, яғни орталық қорғаушылардың деңгейін көрсетті. Жалпы Әліп бойынша осы матчта айтатын әңгіме көп деп ойлаймын, себебі Әліп мысалға өткен ойында қаншалықты керемет ойнады. Холландтың артынан қалмай, оған мүмкіндік бермей жүргенінің барлығы осы матчта түк көрінбеді, себебі Шешкіні не ұстай алмады, не оған қарсы ойнауға дайын болмады, техника жағынан, физика жағынан мүлде дайын болған жоқ. Бәлкім сыртта ойнаған, мүмкін перелет болған, оған мысалы ауыр тиюі мүмкін шығар. Иә, барлығы мүмкін. Алайда Әліп осы матчта ең нашар ойыншылардың бірі болды. Тіпті қателеспесем, ойынның бір кезінде қарсыластарын тоқтата алмай бірден аяқтарына секіріп жүрді. Сондықтан мен ойладым, ана жерде красный карта, яғни қызыл карта алып, мүлде Қазақстанға көмектесе алмауы мүмкін шығар деп. Одан басқа, жалпы
параллель келтірсек, мысалға өткен жылы дәл осы біз Словениямен ойнаған болатынбыз. 2 рет ойнадық. Сол кезде Евроға іріктеу ойындарында, және де Евроға іріктеу ойындарында біз алғашқы ойында Астана Аренада өткіздік. 1-2 есебімен жеңілдік. Сосын шешуші ойында, группаның соңғы ойында топтың осы Словениямен дәл сол стадионда ойнаған болатынбыз. Сол кезде менің ойымша, сол кездегі мен қазіргі команданы салыстырғанда, сол кезде біз жақсырақ оларды мықтырақ өнер көрсеттік. Неге? Себебі сол кезде қандай да бір комбинациялар болды. Команда айтпақшы, ол кезде Бақтияр Зайнуддинов болған жоқ, тағы берген болған жоқ, бірақ бұған қарамастан команда ол кезде мына кезге қарағанда керемет ойнады. Тіпті гол соғып мүмкіндіктер де болды. Чесноковтың қателеспесем алыстан тепкен соққысы штангке тиген болатын. Және де сол кезде біз жеңіске жақын болдық. Бәлкім сол кезде біз жеңіске жеткенде Еврода өнер көрсетіп, Магомед Адиев қазір әлі күнге дейін Қазақстанды басқарып жүретін болар. Бірақ болмай қалды. Ал осы ойын бойынша айтатын болсақ, жалпы қандай да бір көп әңгіме айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қасымды қоймады, оның орнына Малыйды қойды. Малый қасындағы қорғаушылармен бірге дұрыс ойнап үлгере алмады, не қарсыласты күте алмады. Мысалға обычно, кешірім сұраймын, ойнағанда 3 қорғаушы бірге тұрады, және де ортасында Алип әрдайым ең бірінші болып бүкіл линияны өзімен бірге қозғайды. Мысалға алға шаг жасаймыз, немесе артқа түсеміз, алға шығып ерте күтеміз, немесе де соңына дейін қақпаның қасына дейін барып, оған прессинг жасап күтетін боламыз деген оймен ойнадық бұған дейін. Ал осы жолы Малый өзі ең бірінші болып допқа жүгіреді, ең бірінші болып допқа секіреді. Соның кесірінен ортадағы брак көзге қатты түсті деп ойлаймын. Жалпы бірінші таймда біз ойсырата жеңілдік. Себебі 23-ші минутта гол соқты, сосын қателеспесем 5 минуттың ішінде екінші гол да кірген болатын. Екінші гол просто ана жерде көп айтудың қажеті жоқ. Ошибка, қателік және де гол. Және де кімнің қателігі? Сергей Малый. Ең қызығы, бірінші таймнан кейін Әлібек Қасым осы Сергей Малыйдың орнына шыққан болатын, және де ойын өрнегі қандай да бір күрт өзгерді деп айта алмаймын. Себебі есеп 2-0 болды. Біздің пойыз болып қойылған автобус сынып қалды. Олар бір нәрсе қылып сыртқа шыға алмады, не қандай да бір шабуыл жасай алмады. Абат Айымбетов сыртта жүгіріп жүреді, қолынан келгенше барлығын жасайды, бірақ өкінішке орай болмай қалды. Бақтияр Зайнуддинов ортада қандай да бір мүмкіндіктер жасай алмайды. Доп келген кезде бірде оны қысып тастайды, ал оның қасындағы Асхат Тағыберген өкінішке орай опорный зонаны, центр полядағы опорный зонадан жеңіліп қалды. Жалпы осы ойын туралы көп айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі команда бұл ойынға мүлде дайын болған жоқ. Черчесов бұл ойынға команданы дұрыс дайындай алмады менің ойымша. Команда бұндай қалай айтсам болады, бұндай напорствоға, бұндай ойынға дайын мүлде бірде-бір адам бұндай ойынға дайын болған жоқ. Мысалы, мана айтып кеткен Сергей Малый өте қатты қателесті, Нұралы Әліп қателесті. Олардың арттарын жауып өнер көрсетем деген Марат Быстров мүлдерге не істерін білмей жүрді. Жалпы бұл ойын бойынша көп айтудың қажеті жоқ, себебі быт-шыт болды, Словения бізді. Жалпы келгенде енді басты сұрақ, ненің арқасында біз өзімізге қайта оралуымызға болады? Ненің арқасында Қазақстан футболын қайта жаңғыртып, қайта өзіміздің күйімізге келіп, шамалы болса да өткен жылғы емес, 2022 жылғы Ұлттар лигасындағы және де өткен жылғы Евроға іріктеу ойындардағы күйімізге келуге болады деген сұрақ пайда болады. Қалай істесек болады? Бұл барлығы түсінікті. Ойыншыларымыз ең бірінші ойнау керек. Ахмат командасындағы Максим Самородов қозғалып құрамда емес, основада бастапқы құрамда ойнау керек. Егер ол аяқта ойнамаса, Қазақстанға қайта орал. Қазақстанда, Ақтөбеде, Астанада бәрібір қаяқта ойнасанда әйтеуір ойна. Абат Айымбетов базар жоқ. Абатқа мысалы осы ойындарда, 2 ойында әңгіме жоқ. Қолынан келгенше барлығын жасады. Доп келеді, қыстырылысып, ана жерде төбелесіп, бір нәрсе қырылып, бір нәрсе қылып допты алып қалып, командасына тастап, столп ретінде ойнаудың барлығын, қолынан келгенше барлығын жасап жатыр. Рамазан Оразов жарақат алды, жарақаттан кейін қайта оралғаннан кейін ойыны мынау, доп вертикальды жоғарымен өтеді, ол не ұстай алмайды допты. Себебі Рэмнің стилі бұған мүлде ұқсас емес, мүлде келмеген. Бұл футболға бәлкім Рамазан Оразовтың орнына басқа қандай да бір футболшыларды қолданған дұрыс болар деп ойлаймыз. Одан басқа біздің орталық қорғаушыларға жаңағы Норвегия қарсы ойында болған үштікті
міндетті түрде өзгертпей осы үштікпен основа ретінде ойнаған дұрыс деп ойлаймын. Бұдан басқа жалпы біздің футбол жүйесі өзгеру керек деп, осындай өзгеру керек деген түйінге мен келдім. Неге? Себебі Қазақстанның бірде-бір командасы, қайталап айтам, шабуылдап ойнамайды. Олардың ойынша жеңілмесек болды. Главное, жеңілмесек болды деген түйін бастарына қалып қойған менталитетінде, психологиясында. Сондықтан біздің команда жеңілмесек екен деген оймен шығады. Жеңіске жетіп, гол соғып, мықты ойын, керемет ойын көрсетсек деген ой емес, жеңілмесек болды деген оймен ойнайды. Ал егер сен алаңға бірден жеңілмесек екен деген оймен шығып, мысалға жеңілуге дайын тұрсаң, сен ешқашан қандай да бір нәтижеге жете алмайсың. Және менің ойымша Қазақстан командасы дәл осы ойыншылармен және дәл осы бапкермен қандай да бір нәтижеге жете алмайды. Сондықтан менің ойымша дәл осы ұлттар лигасына қолымыздан келгенше жастарды тартып, ашық түрде ашық футбол ойнауымыз қажет деп ойлаймын. Неге? Себебі болашақта бұл командамен ары қарай Магомед Адиев жұмыс жасай алмай қалды. Неге? Оның басты себебі түсінікті. Ахмат командасына кетті. Ал одан басқа оның айтуынша командаға амала-жыбыне, яғни жастарды тарту керек деген ойға түсінікке келген еді. Және де көріп тұрғанымыздай Станислав Саламұлы Черчесов бұл әдісті қолданған жоқ. Бұл айтқан сөздерін мүлде басынан лақтырып тастады. Себебі командаға жастарды тартудың орнына сол баяғы ойыншылармен тағы берген Асхат Айымбетов, Шацкий, Малый, Марычкин. Олардан да басқа менің ойымша футболшылар бар. Олардан да басқа керемет ойнайтын жастарымыз бар. Соларға мүмкіндік беріп, жаңа футбол жүйесін, жаңа футбол стилін қалыптастырған дұрыс деп ойлаймын. Сөзсіз, ол кезде де біз жеңілеміз, ол кезде де бізде нәтиже болмайды. Бірақ сонда да біз қолымыздан келгенше, мысалға айтуымыз мүмкін. Базар жоқ, біз Словениядан 3-0 емес, 6-1 жеңілдік. Бірақ біз бір гол салдық, және де кем дегенде әдемі ойнадық. Шабуылдадық, жүгірдік, тоқтадық, әдемі перестрелка болды, атыс, ұрыс, керіс, қызық ойын болды деп. Сөйтіп айтуымызға болады. Және де менің қалауым команданың ашық түрде ойнап, шабуылда ойнауы. Және біз менің қалауым 6-1 жеңілгені. Себебі автобус тұрып, мүлде антифутбол ойнап 3-0 жеңілгеннің орнына осындай 6-1 есеппен жеңіліп, ашық түрде ойын көрсетуіміз. Менің ойым осындай. Сіздердің ойларыңыз басқаша болса, өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жалпы Черчесов бойынша не айтам? Черчесовтың алғашқы уақыттан бастап келгені жайлы мен қарсы болғанмын. Әсіресе қазақ тілінде сөйлемеймін. Мен саған осетин тіліне жауап берсем қалай болады дегені. Әлі күнге дейін сол баста қалды, жүректе қалды, обида әлі кеткен жоқ. Жалпы менің ойымша Черчесов біздің командаға келмейді. Ол Ресей құрамасымен де автобус қойып ойнаған, Қазақстанмен де автобус қойып ойнайды. Сондықтан көріп тұрғанымызда Ресей құрамасымен қандай да бір нәтижеге жеткен жоқ. Сөзсіз айтуым мүмкін, жартылай финалға шықты әлем чемпионаты деп. Бірақ ол әлем чемпионатында антифутбол көрсеткеннен не пайда? Егер ақыр соңында сен қандай да бір нәтижеге жете алмай, құрамынан позормен кеттің. Дәл осы история, дәл осы тарих Қазақстанда да қайталануы мүмкін. Сондықтан менің ойымша, дәл осы Черчесов мырза біздің командаға керек емес адам. Ал осымен достар, біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, қазақ футболын қалай құтқарып, басқа жүйеге салуға болады? Пікір жазыңыздар. Міндетті түрде лайк басып, ардыңа тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Және де біздің Telegram мен Instagram парақшаларымызға да тіркелсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.